Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен кефирден дайындалатын өте оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді оның үстіне қантымызды салып, оны жақсылап миксерлейміз. Осындай аппақ болып көпіргенге шейін миксерлеу қажет. Енді оның үстіне сұйық майымызды құйып, оны тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң айранымызды немесе кефирді алып, оның үстіне жарты қасық сода салып, оны араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минут өткеннен соң оны жұмыртқалы массамызға қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді еліктен өткізілген ұнымызды қосып араластыратын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай мен оның бәрін бірден салған жоқпын. Осылай 3 бөлікке бөліп салдым. Оның бәрін салып болдым. Осындай қоймалжың масса шығу керек. Сұйықта емес, қоюда емес. Енді біз формамызды дайындап, осы массамызды құйып пісіретін боламыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 20-30 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісті. Өте керемет болып шығады. Мен осылай бетіне сахарный пудра септім. Қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер де болады. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Аяулым. Қош сау болыңыздар.